15 маусымда мәжіліс отырысы өтті. Мәжіліс отырысында депутат Ләззат Рамазанова өте актуалды тақырыпты қозғады. Қазіргі таңда ойын құмарлықты ауру ретінде қарастырылғаны жайлы айтып, алаңдатушылық білдірді. Сіз бен біздің салығымызға күн көріп отырған депутат қаншалықты рас сөйледі? Бірге тексерейік. Всемирная организация здравоохранения уже давно официально признала, что игромания – это не что иное, как психологическое заболевание. Оно добавлено в международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем. Шынымен, депутат қателеспеді. Расымен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ойын құмарлықты халықаралық аурулар жіктемесінің 11-ші нұсқасына кіргізіп, ауру деп таныды. Бұл алаңдайтын жағдай. Жіктеме алғаш рет 2019 жылы мамырда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясында ұсынылып, 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Бұл жаңа нұсқада 55 мыңға жуық ауру, жарақат пен өлім себептерін қамтитын бірегей кодтар бар. Толығымен электронды форматқа ауыстырылған, кез келген қарапайым адамға қолжетімді. Құрметті оқырман, Фактчек.kz сайтын оқып, әлеуметтік желілерге тіркеліп, видеомызды бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.